Наурыз мерекесін тойлауға арналған іс-шаралар легі Әулиеата өңірінде жалғасып жатыр. Қазақы салт дәстүрді насихаттап, ұлттық болмысты дәріптейтін бұл мерекенің ұлт үшін маңызы да мәні де айрықша. Осы орайда бүгін ұйымдастырылған Наурыз Думан, Наурыз ән этно-думан кешенінен тілші баяндасын. Наурыз мерекесінің қазақ даласындағы орны айрықша. Бұл жоғары дәрежеде аталып өтілуі керек. Осылай деген ұйымдастырушылар бүгінгі іс-шараның мақсаты Наурыз мерекесін ұлттық салт дәстүрмен, әдет-ғұрпымызбен байланыстыра насихаттап, ұрпақтардың өз ұлтына деген сүйіспеншілігін арттыру дейді. Бұрыннан келе жатқан ата дәстүріміз 88 жылдан бастап осы салт дәстүр тойланып, наурыз айы тойланып жатыр. Сондықтан біздің кітапхана осы жастарды осындай салт дәстүрге, білімге, салтымызды ұмытпасын деп тойланып жатыр. Сондай-ақ жиын барысында қазақтың ғұрпын дәріптеу мақсатында кітапхана оқырмандары түрлі сахналық қойылым қойды. Бұл жастарға үлгі өнеге көрсетеді. Өте тәрбиелік істеп ойлаймын, өйткені бұл жерде біздің қазағымыздың салт дәстүрі дәріптеледі. Бұл жиын барысында көптеген қазақтың дәстүр салтына байланысты көптеген көріністер көрсетілді, көптеген қазақи әндер айтылды. Негізі бұл Наурыз мерекесі қазақтың дәстүр салтын ұмытпауға, жастарға негізі өте маңызы зор қазақтың мерекесі. Айта кетейік, Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында Наурыз мерекесін тойлауға арналған іс-шаралар легі Наурыз айының 14-нен бастау алған болатын. Наурыз мерекесін кеңінен тойлау мақсатында өткен бұл жиында жиналған көпшілікке 7 түрлі дәннен жасалған наурыз көже де үлестірілді. Сонымен қатар қазақы салт дәстүрді насихаттап, ырым тиымдардың мағынасы кеңінен түсіндірілді. Ардақ Сапиболла, Қанат Бақтылы, Айқын ақпарат.